Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 74-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар міндетті түрде біздің арнамызға подписаться батырмасын басып жазылуды ұмытпаңдар, себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, біздің видеоларымызды қарап, өздеріңнің сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы апатты табиғи құбылыстар, барыс септік. Мәтіндерді салыстырып түрлеріне ажыратамын. Сөйлемдерден барыс септіктегі сөздерді табамын. Барыс септік жалғауларын білемін. 46-шы жаттығу: мәтіндерді оқып өзара салыстыр дейді. Үйден өрт шыққан жағдайда өрт сөндірушілер итті іште қалған балаларды алып шығуға жұмсайды. Осындай бір ит Лондонда 12 баланы өлімнен аман сақтап қалған. Оның аты Боб екен. Бірде үй өртенді. Өрт сөндірушілер әлгі үйге келіп жеткенде алдарынан бір әйел жүгіріп шықты. Ол жылап тұрып үйде 2 жасар қызының қалып қойғанын айтты. Өрт сөндірушілер Бобты жұмсады. Боб баспалдақ арқылы жүгіріп барып түтіннің арасына еніп кетті. 5 минуттан соң ол көйлегінен тістеп қызды көтеріп үйден шықты. Ана қызының тірі екенін көргенде қуанғанынан көз жасын төгіп құшақтай алды. Лев Толстойдан. Енді келесі екінші мәтін бізде: өрт негізінен электр желісі мен газ баллондарын дұрыс пайдаланбаудан болады. От жағатын үйлерде пеш ақаулы болса, ол да өрттің шығуына себепші болады. Қолына сіріңке ұстап ойнаған балалардың абайсыздығынан өрт жиі шығады. Енді балалар, келесі бізде астында тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындайық. Қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін? Өз ойыңды дәлелде дейді. Өрт қауіпсіздігі ережелерін білесің бе? Өзің өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырып көр дейді. Бірінші балалар, қайсысы ғылыми танымдық мәтін, қайсысы көркем мәтін дейді. Бұл жерде балалар, бірінші оқыған мәтініміз бізде көркем мәтін, ал екінші мәтініміз ғылыми танымдық мәтінге жатады екен. Енді өрт қауіпсіздігі ережелерін білесің бе дейді. Мен өрт қауіпсіздігі ережелерін білемін, себебі оны әр оқушы міндетті түрде білуі тиіс. Өзің өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастырып көр дейді. Яғни балалар, бізге 3 ереже құрастыр деп тұр. Біріншісі: егер бір жерден өрттің тұтағанын көрсеңіз, дереу өрт сөндіру қызметіне хабарласыңыз. Екінші: өрттің ауқымы кішкентай болса, крандағы сумен болмаса, қалың дымқыл матамен өшіруге тырысыңыз. Үшінші: киіміңізге от тигенде жүгірмеңіз. Ол оттың одан сайын өршуіне әкеледі. Осылай балалар, өрт қауіпсіздігіне байланысты ережелер құрастырдық. Келесі 47-ші жаттығу: тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Одан кейін балалар, қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой дейді. Бұл сөздерді сөз құрамына талдап, олардың жалғауына назар аудар дейді. Бірінші балалар, тиісті тыныс белгілерін қойып, сөйлемдерді көшіріп алайық. Одан кейін қарамен жазылған сөздерге сұрақ қойып, осы сөздерді сөз құрамына талдаймыз. Бірінші: адамның киімі өртенсе, суға түскені дұрыс. Су болмаса, топыраққа аунатып, үстіне құм шашу керек. Енді балалар, қарамен жазылған сөздер. Мысалы, бірінші суға сөзіне неге деген сұрақ қоямыз, топыраққа сөзіне де неге деген сұрақ қоямыз. Енді осы сөздерді біз сөз құрамына талдайық. Бірінші суға сөзінің түбірі су, оған ға жалғауы жалғанып тұр екен. Одан кейін топыраққа сөзінде түбірі топырақ, оған қа деген жалғау жалғанып тұр екен балалар. Осылай балалар сызбамен көрсетіп қоямыз. Енді бар септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Бар септігі атау септігіндегі сөзге ға, ге, қа, ке қосымшалары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды екенбіз балалар. Осы ережені балалар ереже дәптерлеріне жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 48-ші жаттығу: жұмбақтың шешуін тап. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, тұншықса да түтінге тайсалмайтын батыл кім, жасқанбайтын батыр кім. Бар септігіндегі сөздерді тап, сызбаны пайдаланып, пікіріңді дәлелдей білуге үйрен дейді.
Бұл балалар бар септігіндегі сөз, өйткені ол кімге, неге деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр дейді, иә. Енді балалар, бірінші сендер осы жұмбақты дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Осылай балалар дәптерлеріңе көшіріп жазып алыңдар. Енді бұл жұмбақтың шешуі бізде өрт сөндіруші екен, иә. Енді бар септігіндегі сөздерді тап дейді. Бұл жерде бар септігіндегі сөздер дабылға, жалынға, түтінге деген сөздер, иә. Енді сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелдей білуге үйрен дейді. Яғни осы дабылға, жалынға, түтінге сөздерінің бар септігінде тұрғанын біз дәлелдеп жазуымыз керекпіз, иә. Яғни дабылға, жалынға, түтінге барыс септігіндегі сөздер, өйткені олар неге деген сұраққа жауап беріп тұр. Сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр деп жауап береміз, балалар. Енді келесі бізде 49 жаттығу, тыйым сөздерді оқып жатқа жаз дейді. Бірінші, күнге, айға қолыңды шошайтпа. Екінші, отқа түкірме. Үшінші, суға қоқыс тастама дейді. Одан кейін балалар бар септігіндегі сөздерді тауып, оларға сұрақ қой. Бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді, иә. Бірінші, балалар осы 3 тыйым сөздерді жаттап алыңдар, одан кейін дәптерлеріңе осылай көшіріп жазып алыңдар. Енді бар септігіндегі сөздерді тауып, оларға сұрақ қой дейді. Бұл жерде бар септігіндегі сөздер: бірінші, күнге, қайда, айға сөзі қайда, отқа неге, суға неге деген сөздер бар екен, осылай сұрақтарын жазып қоямыз. Енді бұл сөздер қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Бірінші, балалар, күнге, айға шошайтпа деп байланысады, яғни күнге шошайтпа, одан кейін айға шошайтпа деп жазған сөйлемдеріне осылай сызбамен көрсетіп қоясыңдар. Одан кейін отқа түкірме, яғни етістікпен байланысып, яғни баяндауышпен байланысып тұрғанын осылай сызбамен көрсетіп қоямыз. Суға тастама деп байланысады, иә. Осылайына байланысын сызбамен көрсетіп жазып қоямыз, балалар. Келесі бізде, балалар, шығармашылық үзіліс, 50-ші жаттығу. Төмендегі жағдаяттарда қайда хабарласатыныңды айт дейді. Бірінші, балалар, сен көрші пәтердің терезесінен түтін шығып жатқанын көрдің. Қайда хабарлау керек? Бұл кезде, балалар, біз өрт сөндіру қызметіне хабар береді екенбіз, иә. Келесі, сен мектептен қайтып келе жатып, өз үйіңнің дәлізінен газдың иісін сездің. Қайда хабарлау керек? Бұл кезде, балалар, біз газ апаты қызметіне хабарлауымыз керек екенбіз. Келесі, көшедегі мәшине бұрылыста жүргіншіні қағып кетті. Қасында ешкім болмады. Мәшине тоқтамады, бірақ сен нөмірін есіңе сақтап алдың. Не істейсің? Қайда хабарлау керек дейді. Бұл кезде, балалар, біз бірінші жедел жәрдемге, одан кейін барып полицияға хабар беруіміз керекпіз, иә. Осылай сызбамен көрсетіп қоямыз, балалар. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан, балалар, қазақ тілі, математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, біздің видеоларымызды қарай аласыңдар, балалар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.